Баршаңызға сәлем, тігін сүйер ханымдар. Бүгінгі МК видеомда жастық көрпешеге арнап кант тігетін боламыз. МКны бастамас бұрын видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне өз ойыңызды қалдыра кетіңіз. Кант тігу үшін мен серебро парша матасын алдым. Әрине, өздеріңіз қалаған маталарыңызды алсаңыздар болады. Матаның астына флизелин жабыстырамыз. Сонда парша матамыз қатты және шеті сетінеп кетпейді. Және де тігуге оңай болады. Жабыстыру үшін әрине үтікті қолданатын боламыз. Үстіне ақбөз матаны төсеп үтіктейтін боламыз, әйтпесе флизелинге үтігіміз жабысып қалады. Флизелинімізді жабыстырып болған соң 5-5 см шаршы етіп сызып аламыз. Міне сызып алдық, енді қайшымен қиып шығамыз. Міне қараңыздар, шаршыларымыз дайын болды. Енді осы қырқып алған шаршыларды, төртбұрышты маталарымызды үш бұрыш етіп бүктеп аламыз. Содан кейін бір-біріне біріктіріп, тізіп тігетін боламыз. Видеоны соңына дейін асықпай қарап шығыңыздар. Сонда сіздерге барлығы да түсінікті болады. Ал ұзындығын керекті өлшемдеріңізге қарай тіге бересіздер. Міне кант тігілу процесте сіздерде осылай қолда бар матадан кант тіксеңіздер болады. Әрине сатып алу міндетті емес. Қолдан келсе осылай тігіп керекті жастықтарымызға, көрпешелерімізге шетіне тіксеңіздер де болады. Кантымыз да дайын болып қалды. Алдын ала осындай жастық бетін дайындап алдым. Енді осы жастығымыздың шетіне дайын болған кантымызды әдемелеп, түзу етіп тігіп шығатын боламыз. Егер видеом сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Және қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Өйткені сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Қарап тұрғандарыңыздай біздің жастығымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі және ерекше болып шықты. Енді осыны пайдамызға жаратып, болмаса сыйлыққа тарту етсек те болады. Егер менің видеомды соңына дейін қарап шықсаңыз,
онда міндетті түрде сіз де дәл осындай кант тігіп үйреніңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.